Бәріне сәлем достар. Бүгін әлемдегі қызықты мәліметтер жайлы айтатын боламыз. Видео басталмай тұрып арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Қытайдың Люхуанго жерінде 130 жылы бойы өшірілмеген өрт бар. Ол үлкен көмір алқабында орналасқан. Тек 2004 жылы адамдар зорға өшірді. Есептеулер бойынша әр жылда 2 миллион тонна көмірді шығындаған. Сіз білесізбе, Хиросима қаласы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде міндетті түрде бомбаланатын қала болған. Ал Нагасаки қаласының жолы болмай қалды. ақш жоспар бойынша Кикура қаласын бомбалау керек болатын. Ол жақтағы ауа райының қолайсыздығынан пилот кенет екінші план бойынша шешім қабылдап Нагасаки қаласын бомбалады. 1669 жылы неміс алхимигі Брандхенинг философиялық тас іздеу барысында алтын мен адамның дәретін синтездейді. Түрлі процестерден кейін онда ақ ұнтақ пайда болады, және осы ақ ұнтақ қараңғыда жарқырайтын болады. Кейіннен Брандхенинг осы ұнтаққа жарық тасығыш, яғни грек тілінде фосфор деген есім береді. Сол кездері осы фосфор алтынның өзінен де қымбат тұрған. Сіз білесізбе, ақшта ең көп ұлт ағылшындар емес. Шамамен 60 миллион адам өздерін немістердің ұрпағымыз деп санайды. Сондықтан немістер ақштағы ең көп таралған ұлт. Тіпті ақш президенті Дональд Трамптың атасы Фредерик Трамп неміс болған. Сіз білесізбе, бәрімізге белгілі пакеттегі шай 1904 жылы Томас Салливанмен кездейсоқ ойлап табылған болатын. 1904 жылы Салливан шайды жібек қалташаларға орап сата бастайды. Сатып алушылар мұны шай демдеудің жаңа тәсілі деп сол күйінше шай қылып ішеді. Кейіннен Салливан сатып алушыларға кездейсоқ өнер табысын ұнағанын көріп, көптеп сата бастайды. Сіз білесізбе, 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Кока-кола компаниясы Германиядағы барлық филиалдарына ингредиенттерді жіберуден бас тартты. Ал Германиядағы филиалдары өздері жаңа сусын ойлап табуға кірісті, және өмірге келген жаңа сусынды Фанта деп атады. Фантазия сөзінің қысқартылғаны. Соғыс біткеннен соң Кока-кола филиалдарын қайта құра бастады. Фанта сусынына тыйым салмай әлемге таныта бастады. Сіз білесізбе, Ларри Пейдж бен Сергей Брин өздерінің жаңа компаниясын математикадағы өте үлкен сан Google деп атағысы келді. Бірақ Сергей Брин компания атын тіркеу барысында байқамай Google деген сөздің орнына Google деп жазып жібереді. Кейіннен Ларри Пейджге бұл аты ұнады, және компания есімін өзгерткісі келмеді. Достар, видео аяқталды. Лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңдер. Мен қарапайым қазақ, сау болыңдар.